Барлығыңызға сәлем, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода осындай көйлектің тігілу жолын көрсететін боламын. Бұл көйлекті 12 жасар қызға тіккен болатынмын. Бірінші бізге осындай көйлектің үстіңгі бөлігін, полочкасын, выкройкасын жасап алу керек, яғни пішіп алуымыз қажет. Менде бұл жерде интернет желісінен базовая выкройка деп іздесеңіздер өте көп видеолар шығады. Мен клиентімнің өлшеміне сәйкес осылай выкройкасын жасап, қазір көйлектің моделіне сәйкес модельдеп жатырмын. Бұл көйлектің негізгі матасы осындай жұқа жеңіл атлас матасы болды. Матаны екіге бүктеп, біз лекаламызды осылай бүктелген жерден алдыңғы бөлігінің лекаласы осылай қойып кесіп алатын боламыз. Бұл көйлекті 12 жасар қызға тігіп жатқандықтан кеуде тұсында осындай выточканы жасадым. Бұл выточканы осылай бормен немесе фломастермен сызып алып, пішкен формамызды осылай кесіп шығамыз. Бұл көйлегіміздің алдыңғы бөлігі. Қазір осы выточканың басталатын жеріне ине қадап, соңғы біткен бөліктеріне де осылай инені қадап, келесі бетіне дәл сол выточканы көшіріп алатын боламыз. Келесі бетіне осылай иненің қадалған жерлеріне нүкте қойып, сызғыштың көмегімен осылай түзу сызып выточкамызды сызып алдық. Енді артқы бөлігін осылай кесіп шығатын боламыз. Артқы бөлігін осылай 1,5 см замокқа орын қалдырып кесіп шығамыз. Келесі біздің көйлегіміздің үстіңгі бөлігі. Артқы бөлігінен де алдыңғы бөлігінен де осылай модельдеу барысында кесіп алынды. Жеке фатин матасын, еврофатин матасын осылай екі бүктеп қойып, сгиб жағына алдыңғы бөлігін қоямыз және қасына артқы бөлігін осылай инемен шаншып алып, қазір кесіп шығатын боламыз. Ең алдымен біздің көйлегіміздің алдыңғы бөлігіндегі выточкасын тігіп шықтым. Енді үстіңгі бөлігіндегі осылай фатинмен бір-біріне қаратып, үстіңгі бөлігін қосып, артқы бөлігінде дәл солай фатинмен қосылатын жерін қосып, тігіп, оны оверлоктап шығамыз. Міне біз көйлегіміздің негізгі бөлігі мен фатин бөлігін қосып оверлоктап шықтық. Енді оверлоктаған атлас бөлігіне қарай қайырып, тігісі көрініп кетпес үшін осылай 1-2 мм бастырып тігіп шығамыз. Одан кейінгі кезекте біздің иық бөлігімізді тігіп алу қажет. Ол видеода көрінбепті, бірақ сіздерге түсіндіріп айтып кетейін. Иық бөлігін осылай теріс күйінде бір-біріне қаратып, 5 мм көлемінде тігіп алып, одан кейін оны қайтадан солға қаратып, тағы да 5 немесе 7 мм көлемінде тігіп шығу, яғни французский шов деп те аталады. Интернеттен қарасаңыздар бәрі түсінікті көрсетілген. Сондай обработкамен иық бөлігі осындай жұқа маталарда өте әдемі, аккуратно көрінетін болады.
Одан кейінгі кезек алдыңғы артқы бөліктерін, шеткі тігістерін 1 см көлемінде тігіп оверлоктап аламыз. Келесі этап біздің мойын бөлігіміз, одан кейін қолтық бөлігімізді обработка жасап шығамыз. Ол үшін бізге 1,5-2 см көлемінде фатин матасынан ұзына бойы кесіп алатын боламыз. Матаның кромкасына вертикально кесіп алатын боламыз. Кесілген бейкамызды осылай оң бөлігіне қойып 5 мм көлемінде тігіп шығамыз. Міне осы видеода бейка полностью тігіліп бітті. Енді артық жерін кесіп тастап, видеодағыдай ішке қарата 2 рет 5 мм-ден сол кезде полный біздің иығымызды жапты. Осы жабылған бөлік бетінен осылай машинкамен бастырып тігіп шығамыз. Булавкамен қадап қыстырып алуға болады, немесе қол ине жіппен тігіп шығуға да болады, удобно болу үшін. Мен енді үйреніп қалғам, сондықтан осылай сразу машинкада бастырып тігіп шығамын. Бұндай бейкамен өңдеу әдісі кез келген матада өте әдемі, аккуратно көрінеді. Міне біздің мойын, қолтық ойындылары өңделіп бітті. Ендігі кезек көйлегіміздің үстіндегі пышный болып тұратын бөлігін осылай өлшеп аламыз. Дайын болған күйінде 25 см, алдыңғы артқы бөлігі, ал шеткі бөлігі 18 см. Біз 25 емес 50 см етіп белгілеп аламыз, өйткені матаны 2 бүктеп, қазір астыңғы бөлігіне сборка жасайтын боламыз. Ал матаның ұзындық бөлігін мен осы бір енінен 2 бөлігін шығардым. Алдыңғы бөлігін и бір артқы бөлігін. Одан кейін тағы да жартылай матаны тағы солай 50 см етіп кесіп, келесі артқы бөлігін солай дәл сол әдіспен кесіп алатын боламын. Матамызды 2-ге бүктеп, ең үлкен ширинамен осылай астыңғы бөлігін тігіп шығып, сборка жасап аламыз. Біз қазір бірінші алдыңғы бөлігін жасап жатырмыз. Сборка жасап алдым. Енді қазір осыны 2-ге бүктеп, алдыңғы бөлікке белінің бойына қойып, тігіс жүргізіп шығатын боламын. Тігу барысында осылай сборкамызды қолмен дұрыстап, барлық жерінде бірдей болу үшін осылай распределить етіп, аккуратно тігіп шығатын боламыз. Артқы 2 бөлігіне де дәл осы әдіспен матамызды тігіп шығатын боламыз. Тек замок тұратын бөлігінде 15 см орын қалдырамыз. Міне біздің артқы бөлігіміз тігілген, 15 см орын замокқа қалдырылды. Қолтық ойындысының бөлігінде 18 см болатын. Бұл жерде 25 қып бәрін тігіп алып, соңында қолтық ойындысының формасына қарай кесіп алып тастайтын боламыз. Ендігі кезек біз юбкамызды жасайтын боламыз. Біз полочкамызды осылай 2 бүктелген күйде сантиметровый лентамен өлшеп алдық. Біздің беліміздің көлемі 64 см болып шықты. 64-ті 4-ге бөлеміз. Атлас матасын 4 қабаттап бүктеп алдық. Сол бұрыштан қазір 4-ге бөлінген бөлігі 16 сантиметрмен былай бел көлемінде етіп круглый қылып қойып, осылай бормен белгілеп, ұзындығы 50 сантиметрді белгілеп, қазір кесіп шығатын боламыз. Мен көйлектің юбкасын солнце юбка қылып жатырмын, сондықтан да осылай 4 бүктеп алдым. Негізгі басқа да әдіспен, полусолнце әдісімен немесе көлденең просто сборка жасап юбка жасауға да болатын еді.
Қазір матамызды осылай төрт бүктеп, солнце юбкасын жасап кесіп алдық. Енді артқы бөлігін кесіп шығамыз. Ол замокқа орын тігіс түсетін болады. Келесі кезек бізде осындай фатиннан пачка эффектісін беріп тұратын юбкамыздың етектері. Бұл жерде 1 сантиметр артығынан 51 қылып кесеміз. Тігіске 1 сантиметр аламыз. Осылай көлденеңнен қойып 6 слойға матамызды кесіп шығатын боламыз. Бұл жерде біздің үстіңгі бөлігіміздегі пышный эффект беріп тұрған маталарымыз біздің лиф бөлігімізге жабысып тұру керек, яғни түсіп кетпеу керек тұрған кезде. Сондықтан осылай цветный лескамен әр жерінен қадап тігіп шығатын әдісті қазір қолданып жатырмын. Болмаса паутинканы, обычный паутинканы қолдансақ болады. Сондай лента түрінде сатылатын клеевая деп аталады, соны жабыстырсақ та болады. Ол біздің основамызға осы фатинімізді жабыстыруға болады. Оны жабыстырғанда екі бөлігін матаның бір-біріне клейлеп қатырып тастайды. Міне осы видеодағыдай жолақ. Сонымен қатар біздің фатиніміз де екі қатардан болғандықтан оның ортасына да солай клеевая арқылы жабыстырып шықтым. Енді біз алдыңғы кесіп алынған 6 жолақ юбкамызды осылай бір-біріне қаратып 1 сантиметр көлемде тігеміз. 20 сантиметр замокқа орын қалдырамыз, ашық қалдырамыз. Енді ең үлкен ширинада осылай бел жағын тігіп сборка жасап аламыз. Одан кейін юбкаларды бір-біріне кигізіп, ашық тұрған басы мен аяғын осылай бір-біріне дұрыстап қадап, булавкамен 6 слой юбкамызды осылай қыстырып шығатын боламыз. Одан кейін оны 0,5-0,7 сантиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Тігу барысында қолымызбен дұрыстап 6 слойдың біреусі қалып кетпейтіндей аккуратно тігіп шығатын боламыз. Мынау біздің основной юбкамыз. Оған кішкене фатиннің астынан пышность беру үшін біз осылай жесткий сетканы да қойып тігетін боламыз. Сеткамызды алдын ала фатин сияқты 20 сантиметр жеткізбей қосып алдық. Одан кейін оларға кішкене складка жасай отырып, основной юбканы сыртына қойып тігіп шығамыз. Енді біздің бағанағы айтқан осы 6 слой фатинімізді қазір бір-біріне қосып тігіп шығатын боламыз. Алты слой юбкамызды қосып шыққаннан кейін біздің сборка жасағандағы жіптерімізді сөгіп алып тастаймыз. Одан кейін основной юбканы ішіне кіргізіп, замокқа 15 сантиметрдей орын қалдырып, осылай біздің пачкамызды основной юбкаға қосып тігіп шығатын боламыз.
Юбкамыз біздің дайын, артық жерлерін кесіп қиып алып тастаймыз. Енді қазір үстіңгі полочкамен бірге видеодағыдай қосып тігіп шығатын боламыз. Тігілген жерімізді оверлоктаймыз. Одан кейін келесі кезек біз лапкамызды ауыстырамыз да замокты орнататын боламыз. Замогымызды орнатып болғаннан кейін лапкамызды нарышковый лапкаға ауыстырып аламыз да юбкамыздың ішкі жағынан осылай замокқа дейінгі бөлігімізді қазір тігіп юбкамызды жалғап шығамыз. Замогымыздың артық жерін қиып алып тастаймыз. Оның қазір обработкасы бәрі видеода бар. Одан кейін астыңғы юбкамызды московский шовпен тігіп шығатын боламыз. Немесе оверлоктап 1 сантиметр қайырып тігіп шықсаңыздар да болады. Осындай крючокпен қазір біз мойнымыздың артына қолмен тігіп шығатын боламыз, немесе воздушная петлямен кішкене түйме жасаса да болады. Замогымыз тігілген басын тоже қайырып тігіп алдық. Біздің көйлегіміз дайын. Келесі кезекте біз көйлекке поясок жасаймыз.
поясокты осылай ұзындығын, мысалы беліміздің ұзындығы 60 см болса, 60-ты тағы да 30 сантиметрден артығымен аламыз, өйткені артында байлану үшін одан кейін дублиринді тек алдыңғы жанындағы бөлігіне ғана жабыстыратын боламыз, кішкене форма беріп тұру үшін. Ортасында осылай 10 сантиметрдей тікпей қалдырамыз орын, белдікті оңға қаратып алу үшін. Белдігімізді оңға қаратып алғаннан кейін жақсылап үтіктеп, ашық қалған жерін мен паутинка қойып клейлеп алдым. Немесе ашық тұрған жерін қолмен көрінбейтін тігіспен тігіп шығуға да болады. Біздің көйлегіміз осылай шықты. Сіздерге қалай ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.